Сіздермен бүгін лағманға лапша дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқа, тұз және салқын суды жақсылап араластырып алып, ұнымызға осыны салып, қамыр елеп аламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін целлофанға салып 40 минутқа жауып қоя тұрамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін тағы да қамырымызды осылай қолымызбен жақсылап ысып жіберіп 20 минутқа қоя тұрамыз. Жиырма минут өткеннен кейін осылай қамырымызды аламыз да қолымызбен кішкене ысырамыз. Содан кейін оқтауды алып оқтаумен жайып аламыз. 1 сантиметрдей болуы қажет. Содан кейін бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осылай пышақпенен бөлеміз де жақсылап майлап, барлық ашық жерлерін жақсылап майлап, целлофанға тағы да 20 минутқа қоя тұрамыз. Жиырма минут өткеннен кейін осылай әрбір бөлікті аламыз. Содан кейін әрбір бөлігін қолымызбен жақсылап ысып, тарелкаға жинайтын боламыз. Дөңгелетіп осылай ысып аламыз да, видеода көрсетілгендей тарелкаға жинаймыз. Әрбір бөлікті тарелкаға салу барысында майлап отырамыз. Тарелка жинап болған бетін жабамыз. Содан кейін аударып, осылай ең астынан алып, қолымызбен осылай ысатын боламыз. Жіп-жіңішке лапшаларды дайындап, осылай қолмен ысатын боламыз. Видеода көрсетілген жасасаңыздар, өте жіп-жіңішке осындай лапшалар дайын болып шығады. Осындай өте дәмді лапшалар дайын болды. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.